Қайырлы күн, бірінші курс магистранттары. Басқару психологиясының келесі дәрісін назарларыңызға ұсынамыз. Ұжымның даму деңгейлері. Дәріс жоспары ұжым және оның құрылымы, басшы қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас, еңбек коллективіндегі қиыншылықтар және оларды жеңу, тұлғалық құрылым ерекшеліктері. Адамдардың әлеуметтік қауымдастығының ең жоғарғы формасы ұжым деп аталады. Ұжым ол қоғамға пайдалы қызметте ортақ мақсатқа жұмыла еңбек ететін және психологиялық тұрғыда топтасқан адамдар тобы. Еңбек коллективі өндірістің мәніне бағытталған, ұйымдасқан адамдардың бірігуі. Кез келген ұжымның құрылуы негізгі үш кезеңнен тұрады. Орындалатын жұмыстың мәнін анықтау, менеджмент элементтерінің бойынша жұмыстың үйлестіруі және менеджмент элементтерінің жіктелу негізінде басқарудың логикалық топтарының негізін құрылуы. Орындалатын жұмыстың мәнін анықтау бұл міндеттің орындалуы үшін ұйымның нақты жұмыс түрлерін және кездесетін кезеңдері мен қарастыратын бөлімдерін ажырататын көрсетуге болады. Мысалы, мақсат қою, осы мақсаттың орындалуы үшін қажет жұмыс көлемін есепке алу, пайдасы жұмыстардың қайталануын тоқтату, жұмыс процесін анықтау және тексеру. Кәсіпкерлік ісі бойынша көптеген кітаптардың авторы профессор Друкер ұйымның құрылымының негізгі үш кезеңдерін атап көрсеткен. Біріншісі, іс-әрекеттік жұмыстың іске асуындағы өзара әрекеттестік. Екіншісі, шешім қабылдауда қандай шешім қабылданады және оған менеджердің қатысуының рөлі қандай. Үшіншісі, қарым-қатынас, яғни менеджер жүргізетін ортақ істің үлесін анықтау. Менеджердің басқа тұлғалармен өзара қатынасын, менеджерге шешім қабылдау үшін өзге тұлғаларға қандай әсер ететіндігін назар аудару. Менеджмент элементтері бойынша жұмысты үйлестіру бұл мынадай кезеңдерден тұрады. Мөлшер мен стандартты қалыптастыру, яғни түрлі деңгейдегі әр жеткіншектің қызметтік міндеттерінің жұмыс көлемін анықтау. Екінші, тәртіптер орнату, ғылыми басқару әдістерінің тәсілдері, мысалға жұмыс уақытын талдау, ұйым еңбектері және істерін білу, ұйыммен байланыстығы, жеке тұлғамен толықтай серіктестігін құру. Менеджмент элементінің жіктелуі негізінде басқарудың логикалық топтарының негізін құрылуы. Мұнда орындалатын еңбек нақты орындалатын жұмыстың сәйкес басқару. Бұл тәсіл бағыттау қағидасы түрінде таныс. Жұмыстың орындалуына байланысты топтар бойынша еңбек ұжымын қалыптастырып, бір адам жетекшілігін тағайындап, кадр бөлімін құру және ұйым ұжымның құру нәтижелін еңбегінің кепіліне айналуы. Еңбек ұжымы және еңбек ұжымындағы екі құрылымды айтып өтуімізге болады. Ол формалды және формалды емес. Формалды құрылым жұмысшылардың ресми міндеттерін бұйрықтарының негізінде құрылады. Ол әр мүшесіне белгілі бір міндеттермен белгіленеді. Ал формалды емес болса, кейбір уақытта ұжым мүшелері формалды емес, яғни бұл нақты бұйрықтан тыс адамдардың бір-бірімен сәйкесінше қызмет жасау барысында өзара қарым-қатынасының орнауын айтамыз. Психологтар еңбек ұжымының ресми және ресми емес құрылымдарының жақындасуына көмектесетін фактор қатарынан біразын атап өтеді. Яғни тұлғааралық қарым-қатынастың сәйкес келуі, басқару құрылымдағы структурасы міндеттеріне байланысты адамдар бір-біріне сыпайылықпен қарап, ресми емес тұрғыда байланысады. Бұл топтың еңбек әрекеті кезінде мүшелеріне негатив қысымның болмауы, басшы мен жұмысшы арасындағы функционалды жағының жағдайының жақсаруы, ресми структура жүйесі бойынша басшы жұмысшы арасын қатаң шектелген тұлғалық қарым-қатынасты болып табылады. Басшы мен жұмысшының арасындағы субординация неғұрлым үлкен әсерін тигізеді. Соғұрлым оның мазмұны өзгеше түрлі болып келеді. Және адами факторларға мақсатына, мотивіне сәйкес келеді. Басшының алатын орнына байланысты тұлғалық сапалар мен сол әрекеттегі жұмысшылардың тұлғалық сапалары сәйкес келуі. Басшының мінез-құлқы мен оның әрекеті бұдан көргенімізде еңбек ұжымының адамдармен өзара қарым-қатынасының ресми және ресми емес байланысына, жақындасуына ықпалын тигізеді.
Басқарудың 7 сферасы туралы айта кететін болсақ, ол экспертті әрекеттестік, сайланған сфера, кадрлы сфера, әлеуметтік психологиялық климат, ұжымның шартты және еңбек режимі, ұйымдастырылған мәдениет, ұйымдастырылған сфера деп қарастырылады. Басшы қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас туралы тоқталатын болсақ, басшы сферасы келесі негізгі ерекшеліктер бойынша мінезделеді. Мәселені шешу шынайы шешетін орталық күш болып табылады. Неғұрлым басқару жүйесінде жоғары болса, алғашқы құралған топ адамдармен соғұрлым алыс қарым-қатынаста болады. Басшының әрекеті оның қызметкерлермен бағаланып отырады. Қызметкерлердің жүйелік ерекшеліктер тұтастығы сапасында мінезделуі, қызметтік тәуелділік, орындаушылықтың бір жақтылығымен топпен тығыз байланыстылығы, алғашқы ұжыммен байланысты, қызметтік функцияларды атқару процесінде тұлғалық байланыс орнату. Егер басшының ұжымдастарының арасындағы байланыс вертикалды болса, субординация байланысын сақтай отырып, онда қызметкерлер статусы әріптестер арасында байланыс горизонтальды жағдайда орын алады. Басшы мен ұжымның бір-біріне түрліше ықпал етеді. Бұл әсер өмір шарттарының қарым-қатынас тереңдігіне, әсерлігінен бастап, адамдардың жекелік сапаларға дейін байланысты әсер етеді. Ал интенсивтілігі қарым-қатынас тереңдігіне тоқталатын болсақ, ұжымның әлеуметтік кемелдену дәрежесі басшы жұмысының стиліне байланысты болады. Шындық билік, қызметте орнағаннан соң ұжымға әсер ету алғышарттары ғана болып табылады. Басшы стилі алдына қойған мақсатқа байланысты адамдарды біріктіре біліп, сол мақсатқа жетудегі биліктің шыңдалуы айтады. Коллективке тек басшы ғана көп жақты әсер ете бермейді. Сонымен қатар коллективде басшыға да әсер етеді. Бұл ықпал неғұрлым әсерлі болса, соғұрлым әрекеттестік процесі терең және интенсивті болады. Егер басшы әрекетті жұмысшыларға жауапты реакция тудырмаса, онда басшы субъективті бағалау негізінен айырылып қалуы мүмкін. Мұндай субъективизм идеялар туындайды. Және де керісінше, егер топ мүшелері өзіндік адамгершілігінен қорғанатын болса, басшы жұмыс стилін өзгертеді. Бұл басшы мен жұмысшы арасындағы қарым-қатынастың дамуын көрініс береді. Келесі берілген жағдайдың қиындауы басқару әрекеті басшыларының айрықша құзыреттілігіне байланысты болып табылады. Себебі басқару жеке адамның іске аспайды, ол ереже сынды бір-бірімен байланысты ресми немесе ресми емес топ адамдар арасындағы іске асады. Бұл басшылыққа жақын адамдар өкілеттілігі жоғары, ал қалғаны басқару процесін ақпараттандырып қана қояды. Бұл басқару аппараты деуге болады. Бұдан басқа жұмысшылар кей жағдайда басқаратын бақылау функциясын атқарады. Осылайша, мысалға Кабаченконың айтуынша, барлық осы категориялар басқару процесіне белгілі бір үлесін қосады. Неғұрлым уақытылы келісілген мазмұны жағынан адекватты болса, соғұрлым басқару мекемесінде әсерлі болады дейді. Мазмұны, уақыт параметрі, әрекет қайраттылығының дәрежесі жағынан күш үйлесімділігі қамтамасыз етілсе, онда өзара әрекеттескен басқару тарапынан жағдай туғызады дейді. Яғни бұл өзара әрекеттестік дәрежесінің микро дәрежесі деп атайды екен. Алайда басқару іс-әрекетіндегі бұнымен бұзылмайды. Басшылар ұйымдастыра бақылай отырып, орындаушы әрекетті түзете отырып, олармен әрекетке түседі. Бұл қарапайым байланыстан ерекшеленеді. Мұнда жоғары статустағы тұлға төмен статустағы адамға бұйрық ете алады. Одан санкция ұстануды талап етеді. Төменірек статустағы әрекет спектрі корпоративті мәдениетпен міндетті нұсқаулармен құралады. Бұл басқару әрекетіндегі орташа дәрежені құрайды және басқару әрекетіндегі микро дәрежеде болып табылады. Мұндай басқару шешімдердің барлық сатыларын жүзеге асады. Мұндай таңдау мәселені анализдер арқылы жүзеге асырылады. Еңбек ұжымындағы қиыншылықтар мен оларды жеңу қызметтің қиындығының әртүрлігі мен қоғам мағынасына байланысты қабілеттің 3 деңгейін ажыратады. Біріншісі дарындылық. Адамға қызметтің бірнеше түрімен айналысуға мүмкіндік беретіндігі топтың қабілеттілігімен байланысты.
Екіншісі біртуарлық, яғни адамның қоғам маңызды көтерілісті нәтижеге қол жеткізудегі дарындылықтың жоғары сатысы және дарын жаңашылдығымен, яғни біртуарлығымен жоғары жетістігімен ерекшеленетін еңбек өнімін алудағы қабілет жиынтығы. Және де назарларыңызға бекіту сұрағы ұсынылады. Сұрақты назар қойып тыңдап, және де жауабын тауып, кері байланыс жасауды ұсынамыз. Сонымен бірге дәріс барысында қолданылған әдебиеттер ұсынылып отыр. Дәрісті назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіремін.